Сәлем. Сонымен жартылай финалға өткен 4 команда, яғни 2 жұп белгілі болды бізде. Челси Реал мен, ал Ман Сити PSG мен ойнайды. Просто бомба кездесулер. Әсіресе екіншісі финалға татиды. Бірақ бұл тағдыр, екеуінің біреуі ғана финалға шығады. Вот это поворот! Жалпы Элчи тарихында осыған дейін былай болған. Плей-оффтың алғашқы матчында 2-1 есебімен жеңген команда көп жағдайда ұшып кеткен, яғни 15 рет. Ал келесі кезеңге өткен сәті одан азырақ, 12 рет. Бірақ бұл тек цифрлар ғана. Кеше Сити 12-ні 13-ке жеткізді. Яғни 2-1. Бұл трагедия емес. Тек шансты қолдана білу керек. Ақыры Сити 1-4-тен ұшпады. Бұл жалпы Сити тарихындағы Элчидағы небәрі екінші жартылай финал. Ал Пеп Гвардиола Чемпиондар лигасының осы раундына өзінің бапкерлік мансабында 8-ші мәрте жолдама алып отыр. Бұл жағынан Жозе Мауриньомен теңесті. Ман Сити Элчінің осы маусымда әлі жеңілмеген жалғыз команда. Доп айырмашылығы 21-3. Және оларға соғылған 3 голдың екеуі Дортмундқа тиесілі. Кеше де соқты. Авторы Джуд Беллингем. Ол Элчи плей-оффында гол соққан екінші ең жас ойыншы атанды. 17 жас 289 күн. Одан мұны ертерек жасаған тек Боян Кркич қана. 17 жыл 212 күн жас мөлшерінде. Одан бөлек Джуд Элчида гол соққан ең жас ағылшын және ең жас Боруссия ойыншысы. Кәмелетке толмаған бала небәрі 4 күннің ішінде 2-1-де дебюттік голын соқты. Сәуірдің 10-ында Бундеслигада. Енді міне 14-інде Элчида. 2 жыл бойы дәптерімді шималап мен бүгін ғана қаламды үстелдің үстіне қойдым. Жалпы Боруссия бүкіл турнирді қоса есептегенде 40 матч қатарынан гол соғып келеді. Бірақ бұл кеше жеткіліксіз болды. Эмре Жанның қолына доп тиіп пенальти белгіленді. Оппоненты вылетают друг за другом, ведь я злой как тюба. Мұны сәтті орындаған Рият Махрез, Марез емес, Махрез. Ақыры пенкадан салдау олар. Ал ойынға тағы да нүкте қойған Фил Фоуден. Тағы да жеңісті голдың авторы. Пеп бекерден бекер бұл ойыншыға сенім артып жүрген жоқ. Бұрын болбой болса, қазір оны көріп барлығы ойбой деп жүр. Холланд тағы да гол соқпады. Әлде болашақ командасына соққысы келмеді ме? Жалпы оны гол соқпай келе жатқанда қатарынан 7 матч. Кездесу аяқтала салысымен Зинченконың футболкасын шешіп алды. Оны Де Брюйнемен шатастырып алды дейме? Шатаспасаңшы дос. Ал кездесудің үздік ойыншысы атанған Илкай Гюндоган. Мұны естіген Фоуден. Ай жарайды, Гюндоган осы маусымдағы Ситидің үздік ойыншысы ғой, қалай болса да. Ладно, и так сойдет. Реал Чемпиондар лигасы дәуірінде 14-ші мәрте жартылай финалға жолдама алып отыр. Бұл рекорд. Айналдырған 8 күннің ішінде Барса мен Ливерпульді қапы қалдырып кетті. Матчта есеп ашылған жоқ. Бір мәселе алғашқы ойында шешіліп қойған. Салахта қаншама мүмкіндік болды, соға алмады. Бенземада да солай. Карим осы маусымда бүкіл турнирді қоса есептегенде 12 мәрте кроссбар жасаған екен. Мұнысы Ла Лигадағы кез келген ойыншыдан көбірек. Карим Бензема. Реал Роналду кеткелі алғаш рет Элчиның жартылай финалында ойнайын деп жатыр. Мұны Криштиану естімесін. Карим Бензема. Ливерпуль үшін испаниялық клубтар ыңғайсыз қарсылас негізі. Оларға қарсы соңғы 14 матчтың небәрі екеуінде ғана жеңген. Бірі Барселона, ал екіншісі кім? Коммент қалдыр. Юрген клуб шәкірттеріне жартылай финалға шығу үшін 2 гол соғып, өз ақпаларына гол өткізбеу қажет еді. Гол өткізбеуін қатырды, бірақ гол соғылған жоқ. 11 бұрыштама көтердің ғой, Ливер. Қайда гол? Тренттің тренті қайда? Түсінікті. Барселона әлі күтіп тұр екен ғой, Тренттің угловойын. Гол соғылмаған матчта үздік атанған Каземиро. Мұны естіген Трент пен Милнер. Немесе мұны естіген Куртуа. Лан, тогда я дырка. Сложно, непонятно. Осылайша жартылай финалдағы 4 команда белгілі. 2 ағылшын, 1 испаниялық және тағы 1 франциялық команда. Кімнің финалға шығу мүмкіндігі басым? Кімдер финалда ойнайды? Нұсқаларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше. Сау, чау. Ауыз ашқанға 5 минут қалды, ауыз ашқанға 5 минут қалды. Аз қалды. Мама, тамақ дайын ба? Су құрман әкеңіздер, ауыз ашақ. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.